Радио тыңлаушылар, бүгін бізде 5-ші қарағыз кішиюма күн емесізді Ноғайл радиосында хош көріп аламын. Үрметлі радио тыңлаушылар, сіз бүгін Рамазан Керейтовтың «Қыз қылығыман сүйдірер» деген мақаласын тыңламаға боласыз. Ноғай халқы арасында мұсылман діні 11-13 өмірден баслап таралып баслаған. Сонан себеп тербиялау сұрауларды, халық шариат әдетлерді қарысып тұрғанлар. Бұ арқада түрлі жақтан қарап қызды тербиялағанда біраз кемшіліктер бола тұрғанлар. Бірерлер бұл істі дін шүшлі деп айтадылар. Бұ ой дұрыстыл деп санаймын. Ойланып қараяғыңыз. 15-ші өмірде Ноғайлардың ішінен ақыллы, оқымыслы Ханбике Нұрсұлтан шыққан. Ол белгілі Ноғай Темірбектің қызы, Қырымның айтулы ханы Менді Керейдің пішесі болған. Өкіметлік құллығын жүргістіп, Ресейдің патшасыман дипломатлық істеді расқан. Тап сондай, онан да бек айтулы деп Юсуп бидің қызы Сүйімбикеді санаймыз. Сүйімбике 16-шы өмірде яшаған. Қазан ханның пішесі болып тұрып, онда өкіметлік ісін жүргісткен. Қазанды орыс әскерлері соғыспан алатағанда Қазанды қоршалаушы әскершілерге басшылық еткен. Әлігі заманда Қазан Кремлінің ортасында бәрі келген кеткенге білдіріп, Сүйімбике минарасы Башня Сүйімбике деп спайы қызыл кірпіштен қаланған биік құрылыс тұрады. Егер Ноғайлардың арасында мұсылман діні қысқаяқлының жолын кесіп тұрған болса, сондай атақлы қысқаяқлылар Ноғайлар арасында сол заманда баслап болмас еді. Сөз жоқ, Ноғайлар арасында ол баладың туғанын артық сүйгендер. Ама қыз туса, Алладың бергеніне шүкір, мүшелері сау болсын деп айтқанлар. Кеде болсын, қыз болсын, аяғы қолы түз болсын деп. Атаға әр заманда ұл болса игі. Ұл атадың асабасы, тамыры, тұқымының өркені, тамғадың есі. Қыз бала қонақ, басқа әйелге кетеді. Атуған үйі төркін болып қалады. Бұл ойларға көре тербияда берілген. Тербиядың бас орнында іскі ябысу, үсті сүю болған. Ер бала, ер ісіне үйретілген. Атларды қарап, оларды арбаға егіп, туарып, малларды қарап, олардың астын тазалап, көн, сақтиян илеп, басқа істерді бітіріп. 4-5 ясларында бала ат үстіне мінген, атпан қыдырып үйренген. 11-12 ясларында ер бала ат шабысларда қатынаспа болған. Тегіслегенімізге көре ер балада үйдің иесі болайық қасиетлері тербияланған. Қыз бала кішкелей анасының қолында тербияланып, асаспаға, үйіслеріне, оның ішінде тазалықты қайрауға үйретілген. Қысқаяқлардың істегенлеріне қарап, ол кигіз илеп, өрнеклер тігіп, өзінше зәулевізді, қиратпады, шыпта тегісті, көп басқаларды үйренген. 10-12 ясларынан баслап, қыз бала үйден жалғыз шықпаған. Оның қасында әр заман жандауыр болған. Ясы еткен заманда қызды тойларға оны шақырғанлар. Шақырған яқ өзлері әкетіп, өзлері әкелгенлер. Амалы болса, сол 10-12 ясларынан баслап, қыз бала басқа бөлмеде өз абайыман яды әптесімен тұрған. Қыздай қылықлы деген сөзді Ноғайлар көп естеділер. Соға көре кішкейден балады тербиялағанда оның қылығын юмсақлыққа, нызамлыққа, әдетлікке тұспарлағанлар. Ер бала ерлікке, үйде түзде нызам тұтуға, кішкелерге көрімлікке, сақамаларды сыйлауға үйретілген. Тербиялау сұрауларында тебентелі орынды тек айтулар, тақпақлар тұтпай, айырым орынды ертегілер тұтқанлар. Ол аңламлы, қызым саға айтайым, келінім сен тыңла деген ұсап, ертегіді тыңлаған балалар көп затқа үйренгенлер. Аңшыдың кенжепайына
қыз бұйыртуы деген ертегінің басындағы сөздер серілі. Балалы үй мәліклі, баласыз үй әлеклі. Заманда атаға ұқсап ұл, анаға ұқсап қыз туғанда, сүтпен кірген, сүйекпен шыққанда, 7 күнлік бораннан, елемік аяз ару заманда, қорқақ әдім бәтір болғанда, бәтір әдім қорқақ заманда. Міне қайдай сөзлер. Елбетте қызды тербиялағанда халық оны ер баламан теңестірмеген, төмен етіп көрсетпеге деп бірерде шалысқан. Оның ақында қызларға берілетаған атлардан сезбеге боламыз. Арамызда ерту деген қысқаяқлы атты естеміз. Егер әйелде қызлар туып тұрса, Алладан ер балады тілеп, қыз балаға ер ту деп айтқанлар. Тамам бике деген атты да біз естігеміз. Оның да мәнесі бар. Баслану әдеті ноғайлардың яз қысқаяқларының бір ерге жиылып, бір-бірімен расып, жүрек сырларымен бөлісіп, білмегенлеріне үйреніп, білгенлерін айтып тұрған әдетлерінің бірі болады. Бірінші кере баслануға қызды еңгесі әкелген. Баслану ауылдың бір айырым үйінде жиылған. Онда елбетте ауылдың бәрі ете атырған қызлары, яз келінлері жиылғанлар. Әр ауылда бірнеше баслану, бірнеше жиын болған. Қысқасынан айтқанда, баслану әдеті қыз баладың үйкөлердің ішіне кіріп баслағанын көрсетеді. Оны күйеуге бармаға, келін болғанда, әйел әдетлеріне үйрету мектебі деп санамаға боламыз. Сөйтіп, айтқанымның мәнесі бар. Озған 19-шы өмірде Кавказ деп аталып шыға атаған газетада 1859 жылдың 89-шы номерында «Татарское племя на Кавказе» деп аталған мақала баспаланған. Оның ішінде «Девицы сами себе приготавливают приданое, имеют свои собрания» деп yazылған. Бұл баслану хақында болады. Ноғайдың қызы, шариаты, әдетті қолданса да, бірерде айтқандай, үйге кіртіленіп, жамағатта көрінмей тұрмаған. Қыз бала түрлі байрамларда қатынасып, ортақшылық етіп жүрген. Оның ақында ноғайлардың ауызлама шығармалары, қара сөзбен жазылған кітаплары айтадылар. Оннан басқа болып, өмірлерде ноғайлардың ішінде яшап та, көріп те, кеткен тергеушілер жазғанлар. 19-шы өмірдің басында көрініс yazған. Ноғай қызлар байрамларда қатынасадылар. Онда олар шашларын өрмелер етіп, шашбаулар байлап, басларын түрлі таслармен алтынмен ярасықлайдылар. Өзіміз ойланып қарайық. Ноғайларда неше бір бағалы тастың аты бар. Инжы, маржан, яқут, сондай басқалар. Тап сол айтылған жылдарда ноғайлардың ішінде кәр етіп, 6 жыл яшап, тілін, әдетлерін, тұрмысын тергеген әлім Даниэл Шлаттер ноғай балалардың тербиялау сұрауларына да есеткен. Оның айтқанынша, балалар кішке халық әдетлеріне үйретілгендер. Қызлардың тербиясына десең, артық ес берілген. Халық арасында қыздай қылықлы деген сөзді үйретілер. Не үшін сөйтіп айтылған екен? Қыз қылықлы болсын деп пе, яда бұрын қызға сондай игі қылық бергендер ме? Ешті берген болар. Солай болмаса, қыздай қылықлы деп айтпас еділер. Сол қыздың қылығына көре, біріншілей жұмсақлық, yüzülулық болма керек. Яз келіннің ақында біреу, беті бір жылы, жүрегіңді іртіп кетеді, дейділер. Елбетте сөйтіп айтылатаған бет жылулық әр қыздың төркінінде тербияланады. Yüzülу, бет жылу мәнелері бір боларлар. Бұл сөздер бек көп затты аңлатадылар. Жомартлық, басқа біреуді шалт алғанлық, нәзіктілік, ұялшаңлық, яшау сүйгенлік, білімлік, сенімлік, ашықлық, сабырлық. Сол арада игі келін болып білулік, үйіні мұқаят болу, қолы шебер болсын, бір құлықтан да шекенмей таған, тебентілі, әр әдеммен келсе таған. Сөйтіп, мәнесі ашыла болар yüzülулық, қыздай қылықлы деген сөзлердің.
ноғайлар мұсылман дінін алтын орданың ішінде тұрып 13-ші өмірде алғанлар. Сонан бері діннің йосықларына қылынып келе атырлар. Ер әдем ауыраяқлы қысқа аяқлыға шариатқа көрі айтылған йорықларды толтырмаға шалысқан. Шариаттың айтуынша, ері ауыраяқлы қысқа аялысын көпке қалдырып болмайды. Оны ашуландырмай, ауыр затты көтертпей, тамағын тоқ етіп тұроспа керек. Шариаттың білдіруінше, ауыраяқлы қысқа аяқлы таза емкең ердетін шаймаға керек. Сөйтіп шариаттың хадислері қысқа аяқлыға қаратылып, әр әдемге де тұсқаланадылар. Халықтың шелтеп яшауға ендірген тербиялау йосықларына мұсылман дінінің себебі де болған. Ем көргенімізше, йосықлар әкіс жолға тартпайдылар, деп yazған bizim белгілі әліміміз Рамазан Керейтов. Ятқан ері ярық болсын. Мен ойлаймын, оның yazып қалдырған эдаплық, нызамлық темаға бағысланған мақалалары сондай да терең мәнәлі. Бәрімізге де bizim әру yolды, ашық yolды көрсетеді. Аяулар, тыңлаушылар, аман тұрыңыз, сау болыңыз, бүгін бізді тыңлағаныңыз.